Мына бірінші есепке қараймыз. Табаны x және биіктігі h болатын, беті ашық қорап шығарып жоспарлап отыр дейді. Соған байланысты мынау биіктігін өрнектеп алуымыз керек x арқылы. Енді біз бетінің ауданы деп отқанды ашып жазып алайық. Толық бетінің ауданы деген сөз. Толық бетінің ауданын табу үшін бүйір бетінің ауданына біз 2s табанын қосып жіберуіміз керек еді. Бірақ бұл жерде бір ғана табаны бар, өйткені беті ашық деп тұр. Жай ғана s табанының ауданын қосып жібереміз. Енді бүйір бетінің ауданы дегеніміз не еді? Бүйір бетінің ауданы деп отқандарыңыз табанның периметріне биіктігін көбейтіп жіберу. Табанның периметр деп отқандарыңыз мынаның барлығы x-тан шаршы болғандықтан. Онда 4x болады, биіктігі h-ға тең. Енді осыны біз ашып жазатын болсақ, орнына қойып, бүйір бетінің ауданы 4xh, оған қосамыз табанның ауданы, табан деп отқандарыңыз мынау x-тардың көбейтіндісі, яғни x квадрат шаршы ғой ол. Тең болады, толық бетінің ауданы бізде 192 сантиметр квадратқа тең екен. Осыдан біз h-ты тауып алуымыз керек. Онда 192-ден x квадратты азайтамыз. Онда h тең болады 192 азайтылған x квадрат бөлімінде сіздерде 4x-қа бөліп жүресіздер. Осын жазып қоямыз. Енді екінші b есебінде айтады, көлемі берілген, онда көлемінің ең үлкен мәнге ие болатын қорап өлшемдерін табыңыз дейді. Енді бізге оны табу үшін 10 сыныптағы ең үлкен ең кіші мәндерді табу тақырыбын еске түсіреміз. Ол жерде не істейтін едік? Алдымен туынды тауып алатынбыз, осы берілген vx-тан туынды табатын болсаңыздар, онда 48x мен берілгенін қайта жазып қояйын да. Осыдан туынды табатын болсақ, онда бізде 48-дің өзі болады, 48x-тан туынды алсақ. 4-тен 1-дің өзін жазып қоям. X-тің кубынан туынды алатын болсаңыздар, алдына 3-і түсіп кетеді. Бір дәреже азайтып тастайсыздар. Енді біз осыны не істеуіміз керек? Нөлге теңестіріп түбірін табуымыз керек. 48 минус 4-тен 3 x квадрат тең болады 0-ге. Енді келесі жаққа өткізіп жерсем, онда 4-тен 3 x квадрат. X квадрат табатын болсаңыздар, 48-ді 4-тен 3-ке бөл деген сөз. Онда жай бөлшектерді бөлу деген сөз, ондан кері санына көбейтіп жібереміз. 12 қысқарады. 16, 16 4-ке көбейтсеңіздер 64. Енді x квадрат 64-ке тең болса, онда x-іміз нешеге тең болады? Плюс минус 8-ге. Біз минус 8 деген мәнді ала алмаймыз, өйткені мынаның қабырғасы минус санға тең бола алмайды. Плюс сандармен жауабын жазып қоясыздар. Жауабы мынаның қабырғасы 8, 8-ге тең болуы мүмкін қабырғалар. Енді өздеріңіз комментарийға биіктігі нешеге тең болуы мүмкін, соны жазып қойыңыздар. 22-ші есеп. Мынау функция берілген, x-іміз 0-ден үлкен сан. Онда p-ның ең кіші мәнді қабылдайтын мәнін табыңыз дейді. Енді бұлда да сіздерде туындыға байланысты тақырып. Мынау сіздерде формула бойынша туынды табасыздар. Қандай формула еді бізде? U бөлінген V. Бірінші алымынан туынды аламыз U-дан, оны V-ға көбейтеміз. Минус бөлімінен туынды аламыз, оны U-ға көбейтіп жүретіміз. Бөлінген V квадрат. Сонда сіздерде y функциясынан туынды алатын болсаңыздар, бірінші x квадрат минус 3x-тан туынды алып аламыз, оны түбірасында x-қа көбейтеміз. Минус бөлімінен туынды аламыз, яғни түбірасында x-тан туынды алып, оны x квадрат минус 3x-қа бөліп жібереміз. Бөлімінде сіздерде түбірасында x-ті квадраттасаңыздар, енді түбір жойылып кетеді, x-ның өзі ғана қалады. Туынды аламыз, x квадраттан туынды алсаңыздар, 2x минус 3. Бұны түбірасында x-қа көбейтеміз. Минус түбірасында x-тан туындалатын болсаңыздар, 1 бөлінген 2 түбірасында x-та формуланы еске түсіреміз. Жақша алып жазып қойыңыздар. X квадрат минус 3x. Енді бөлімін жазып қоямыз, x-қа тең. Ортақ бөлімге келтіріңіздер, мынаның бөлімі мынау бөліміне түсіп кетеді. Сонда сіздерде 2x түбірасында x болады. Мына екеуін ортақ бөлімге келтіреміз. Толықтаушы 2 түбірасында x. Ал мынаған бірден бересіздер толықтаушы. Мынаның өзін жазып қояйық. 2x минус 3 түбірасында x пен түбірасында x-ті көбейтетін болсаңыздар, x-қа тең болады. Сонда 2x. Мына жерде енді минус таңбаны ашқан кезде абай болыңыздар. Мен x-ті жақшаның сыртына шығарып жібере салайын.
не болмаса жақшаны ашып жазайық та. X квадрат плюс 3x болады. Тең болады. Жақшаны ашатын болсаңыздар 4x квадрат минус 6x минус x квадрат плюс 3x. Бөлімінде сіздерде 2x түбір астында x. 4x квадраттан x квадрат азайтатын болсаңыздар 3x квадрат 6x-тан минус 6x плюс 3x ол минус 3x. Бөлімінде 2x түбір астында x. Енді біз мынадан x-ті жақшының сыртына шығарып жіберіп, мынау x-пен қысқартып жіберетін болсаңыздар, сонда не қалады? X-ті шығардыңыздар, 3x минус 3 қалады. Мынау x-пен қысқарып кетеді, сонда 2 түбір астында x қалды. Яғни туындысының мәні осыған тең екен. Енді сіздерді айтады, осы p нүктесінің координаталарын табыңыз дейді. Яғни ең кіші мәнін табыңыз дейді ғой. Осының ең кіші мәнін табуымыз керек. Ол үшін тағы да біз туындының көмегіне жүгінеміз. 3x минус 3 бөлінген 2 түбір астында x. Осыдан біз бұл туындының мәнінде, онда біз туындының мәнін нөлге теңестіріп түбірін табамыз. Нөлге теңестіреміз. Онда сіздерде мына бөлімі нөлге тең болмайды, сонда x-іміз нөлге тең емес. Мүмкін мәндер жиыны 3x минус 3 ол сіздерде нөлге тең болады. Сонда x-іміз 1-ге тең. X-дің мәні 1-ге тең болса, ең кіші мәні бұл. Онда сіздер аласыздар да оны қайда қоямыз? Мына функцияның өзінің орнын алып кеп қоямыз. Сонда мынаның координатасы шығады. Орын алып кеп қоятын болсаңыздар, мынаның мәні 1, 1-дің квадраты 1, минус 3, минус 2, минус 2-ні 2-ге бөлсеңіздер, онда y-дің мәні минус 2-ге тең болды. Онда p-ның мәні сіздерде x-дің мәні 1 болған кезде, y-дің мәні минус 2-ге тең деп жазасыздар. Оны мына жаққа y-дің орнына қойғандарыңызды мәнін әдемілеп көрсетіп қойыңыздар. 23-ші есеп. Суретте мынандай функцияның графигі берілген дейді. Y тең 5 түзуі берілген боялған аймақтың ауданы. Мынау бөліктің ауданын табуымыз керек. Ол үшін бізге интегралдың көмегіне жүгінеміз. Мынау функцияның интегралынан мынау функцияның интегралын азайтып тастаймыз. Яғни алғашқы функцияларында. Ол үшін бізге қиылысу нүктелерін тауып алу керек. 2 y-пен беріліп тұр, онда екеуін теңестіріп, мынау жердегі қиылысу нүктелерінің шектік мәндерін тауып алайық. 6x минус x квадрат сіздерде 5-ке тең болады екен. Мен барлығын келесі жаққа өткізейін. X квадрат минус 6x плюс 5 тең болады 0-ге де. Онда бізде Вет теоремасы бойынша x1 мен x2-міз нешеге тең болады? Көбейткенде 5-ке, қосқан кезде 6-ға тең болады, плюс 6-ға. Онда 5 пен 1. Мынау сіздерде 5-ке тең, мына жерде 1-ге тең. Енді біз интегралдың мәнін есептей бастаймыз. Үстіндегі жатқан функциядан астындағы жатқан функцияның алғашқы функциясын азайтып бастайсыздар. Сонда ауданы 1-ден 5-ке дейін 6x минус x квадраттан азайтамыз 5-ті. Осының интегралын тапсаңыздар, мынау боялған бөліктің ауданы шығады. 6x-тің интегралы сіздерде 6x квадрат 2-ке бөлесіздер, минус мынаған 1 дәреже қосамыз, оған бөліп тастайсыздар, минус 5x. Енді осылардың мәнін орындарына әкеп қойып есептейміз. Ньютон-Лейбниц формуласы. Мына екеуі қысқарып кетті, мына жерде 1, мына жерде 3. 3x квадрат, x-тің орнына әкеп 5-ті қоямыз, 25 минус x-тің кубы 25 тағы да 5-ке көбейтсеңіздер, 125 бөлінген 3 минус 5x, 5-ті 5-ке көбейтесіздер, 25 минус, енді таңбадан шатаспаңыздар. Мына жерде таңбадан шатаспас үшін мен жақшаға алып жазайын да. 3-ті 1-дің квадратына көбейтеміз. 3 минус 1-дің кубы сіздерде 1-ге тең. Мына жерде таңба минус 5. Жақшаны ашып жүретін болсаңыздар, онда мына жерде таңбалар не істейді? Ауысады. Мен жақшаны ашып жазайын. Енді өздеріңіз осыны есептеп, 23-ші есептің жауабы деп, жауабын жазып қойыңыздар комментарийға. Шығарылу жолын жақсылап бір қарап түсініп алсаңыздар, енді ары қарай есептеу ол сіздердің төменгі сыныптағы базаларыңызға байланысты. 24-ші есеп. X кездейсоқ шамасының үлестірім заңдылығы төмендегі кесте түрінде берілген дейді. Онда мынау k-ның мәнін табыңыздар дейді. K-ның 7-ге тең екенін көрсетіңіздер дейді. Бізде қасиет бар болатын. Мынау ықтималдылықтардың барлықтарын қосқан кезде нешеге тең болу керек? Мынаның барлығын қосындысы 1-ге тең болу керек еді.
Онда біз жазып аламыз. 21-ден 5 плюс 7-ден 2 плюс 21-ден k плюс 7-ден 1. Ол сіздерде 1-ге тең болады. Оны ортақ бөлімге келтіріп тапсаңыздар болады, немесе 21-ге көбейтіп жіберейін де мен барлығын. Онда мына жерде 5 қосылған. Қысқаратты 3, 3-ті 2-ге көбейтсеңіздер 6 қосылған. К-ның өзі қосылған. Мұны екеуі қысқарып 3, 21-ге тең болады. К деп отқандарыңыз 11, 11-ге 3-ті қоссаңыздар 14, 21-ден 14-ті азайтамыз. Ол деп отқандарыңыз 7. Яғни К-ның мәні 7-ге тең, мынаның мәні 7-ге тең. Екеуін қысқартсаңыздар нешеге тең болады? Онда 3-тен 1-ге тең болады. Енді бізге математикалық күтімді табу керек екен. Математикалық күтім формуласын жазып қоясыздар. x1 көбейтілген p1, x2 көбейтілген p2 ортасында плюс таңбамен ары қарай қосып кете бересіздер. Онда біз 2 көбейтілген 21-ден 5 қосылған, 3 көбейтілген 7-ден 2 қосылған, мына 4-ті неше көбейтеміз? 3-тен 1-ге көбейтеміз. Қосамыз 6-ны 7-ден 1-ге көбейтіп жібересіздер. Енді мынаны ортақ бөлімге келтіріп барлығын есептейік. Сонда сіздерде 21-ден 10 қосылғаны 7-ден 6 қосылған 3-тен 4 қосу 7-ден 6. Ортақ бөлімі барлығын 21. Толықтауыштарын жазып алайық. Мынау жерде 3, 7, 3. 18, 18, 18, 36, 36-ға 10-ды қоссаңыздар 46, 46-ға 28, 74 па? 74-ке тең болады екен. Бұл сіздерде математикалық күтімі 21-ден 74 екен. Енді бізге табу керек x-дің квадратының математикалық күтімін табу керек екен. Мен мына жерге алдымен кестені сызып алайын. Басына бізге x квадрат керек. Сосын мына жерге ықтималдықтарын жазып қояйын. 2-ның квадраты, мынаның квадратын табуымыз керек, мынаның квадратын табуымыз керек. 4-дің квадраты, 6-ның квадраты. Сонда сіздерде 2-ның квадраты 4, 3-дің квадраты 9, 4-дің квадраты 16, 6-ның квадраты сіздерде 36 болады. Ықтималдылықтар нешеге тең? 21-ден 5. Енді мына жерге ықтималдылықтарын жазып аласыздар да, соларды көбейтіп шығасыздар. mx квадрат деп отқандарыңыз, математикалық x квадраттың математикалық күтімі. 4-ті неше көбейтеміз? 21-ден 5-ке көбейтеміз. 21-ден 5-ке көбейтесіздер. Қосамыз. 9-ды көбейтеміз нешеге? 7-ден 2-ге. 7-ден 2-ге. Мына жерде 21-ден 5, анау алдыңғы есептегі мәндерін қойып қоясыздар. Мына жерде 7-ден 2. 3-тен 1, 7-ден 1. 3-тен 1, 7-ден 1. Енді сәйкес көбейтіп қосып шығасыздар. 16 көбейтілген 3-тен 1 қосылған 36 көбейтілген 7-ден 1. Осыны есептеп аласыздар. Сосын дисперсия дейді. Дисперсия деп отқандарыңыз. Осы x квадраттың дисперсия деп отқандарыңыз x квадраттың математикалық күтімінен жаңағы тауып алған мынау математикалық күтімнің квадратын азайтып таста деген сөз. Математикалық күтімнің квадратын. Мына жерден шыққан сан жазасыздар. Сосын 21-ден 74-ті квадраттап, есептеп жауабын комментарийға жазып қоямыз. Енді сіздерден сұрауы мүмкін, орташа квадратқа ауытқуды сұрауы мүмкін. Орташа квадратқа ауытқу деп отқандарыңыз түбір астында осы тауып алған дисперсияларыңыз. Жалпы осы